Саламатсыздар ма, барлықтарыңызға бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тартылыс құбылысы және ауырлық күші салмақ деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бұл масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату дейді. Әрине, сіздер массамен алданғы сабақтарда таныс едіңіздер. Енді бүгінгі сабақта сіздермен ауырлық күші және салмақ деген физикалық шамалардың ұғымдарын, физикалық ұғымдармен танысамыз және олардың ажырата білетін боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызды олай болса бастаймыз. Сонымен қараңыздар, сіздерде өткен сабақ бойынша қайталау жүргізейік. Қайталау бойынша өткен сабақта сіздермен күш деген тақырыпты қарастырды. Күш дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Бұл дененің тыныштық күйін немесе бір қалыпты қозғалысын өзгертуге жасаған әрекеті деп Исаак Ньютон атап өткен. Мен сіздерге тағы да бір анықтама бере алатын едім, яғни күш дегеніміз екі дененің өзара әсерлесуінің сандық өлшемі. Екі дененің өзара әсерлесуінің сандық өлшемі. Күш бұл векторлық шама, белгіленуі біз F және төбесіне біз векторды жазамыз. Яғни векторлық шама деген сөз, оның тек қана сан мәнімен қатар, оның қосымша бағытын ескеруіміз қажет. Өлшем бірлігі ұлы ғалым, яғни физик бізде Исаак Ньютонның құрметіне Ньютон өлшем бірлігі. Оны біз N әрпімен жазатын едік, ал оқыған кезінде біз Ньютон деп не істейткеніміз оқимыз. Векторлық шама дедік. Сонымен қатар біз әрқашан ұмытпауымыз қажет. Күш қай бағытта түсірілген денеге, осының бәрін ескеруіміз қажет екен. Мысалы, сіздерге бірнеше суреттер көрсетіліп тұрмын. Қарап отырсаңыздар, денеге бір мезетте бірнеше күштер әсер етуі мүмкін. Алдағы уақытта сіздермен бұнымен барлығымен танысамыз. Яғни мынау бізде серпімділік күші, төмен қарай әсер ететін бізде ауырлық күші, дененің, яғни мына қарап отырсаңыздар, дененің тарту күші, ауырлық күші, үйкеліс күші және тіреуіштің реакция күші. Яғни біз әрқашан денеге әсер етуші күштің бағытын ескеруіміз қажет. Сонымен қатар, күшті біз міндетті түрде сипаттаған кезінде оны вектормен сипаттауға болады дейді. Сонда вектормен сипаттаған кезінде біз оның міндетті түрде бағытына назар аударуымыз қажет. Мысалы, қараңыздар. Мысал дейік, есептің шартында сіздерге F тең 5 ньютон берілетін болса, мысалы 5 ньютон берілетін болса, оны біз вектор түрінде бұлай сипаттауымызға болады екен. Мысалы, қараңыздар, бағыты, енді осы мынау басы, вектордың басы 1, 2, 3, 4 және 5. Сонда қарап отырсаңыздар, егерде сіздер өздеріңіз дәптерлеріңіз сызатын болсаңыздар, бір тор 1 ньютон деп есептейтін болсаңыздар, сонда сіздер қанша сызық сызуымыз қажет екен? Яғни бұл 5 ньютон, 5 былайша айтқанда тор көзбен сызуымызға болады екен. Яғни бұл бізде күш. Ал енді бүгінгі сабағымызда бізде осы күштен басқа, яғни күш деген анықтамада айтып өткенде, енді біз тағы да бүгін жаңа физикалық шамалармен танысамыз. Олай болса, бірінші қарастыратынымыз бізде тартылыс құбылысы дейді. Яғни бүкіл әлем тартылыс күшін сіздердің кітаптарыңызда берілген. Яғни сіздер кішкентайларыңыздан бастап білесіздер, кез келген денені егер де біз жоғарыға лақтыратын болса, ол үнемі жерге қайтып келіп түсетіндігін байқаймыз. Барлықтарымызға ой келеді, неліктен деген сұрақ. Мысалы, секірдік, мысалы бала секіріп жатыр дейік, қайтадан жерге түседі. Немесе неліктен біз күн системасында немесе күн жүйесінде қозғалып жатырмыз, қалай қозғаламыз? Неліктен жер өзіне айды серік ретінде алды? Неліктен күн жүйесінде біздің планетадан басқа тағы көптеген планеталар бар екен деген ой келеді. Ал барлығына себепкер бүгіннен бастап білетін боласыздар, бұл бүкіл әлемдік тартылыс күші екен. Бүкіл әлем тартылыс күшін алдағы уақытта сіздермен тереңдеп өтеміз, ал сіздерге жалпы бүгінгі сабақта мағлұматтар беріп өтейік. Яғни бүкіл әлем тартылыс күші деп кез келген екі дене арасында байқалатын күш. Ол жанды болуы мүмкін, немесе жансыз болуы мүмкін. Кез келген екі дене арасында байқалатын күшті біз қандай күш деп атап кетеміз? Бүкіл әлемді тартылыс күші. Немесе тағы да біз физикада оны гравитациялық күш деп атай кетеміз. Гравитациялық күштің бар екеніне мысалдар өте көп.
Бұны бүкіл әлем тартылыс күшін ең алғаш зерттеген ғалым бізде Исаак Ньютон. Исаак Ньютон негізінен сіздерге кітаптарыңызда немесе көптеген аңыздарда басына алма түсіп анықтады деп есептейді. Шын мәнісінде бүкіл әлем тартылыс күшін ашу үшін Исаак Ньютон 20 жыл уақытын сарп еткен екен. Бірақ ол өзі журналистер келген кезінде басыма алма түсті деп жай ғана әзілмен айтқан болатын еді. Сондықтан да ойлап қалмаңыздар, Исаак Ньютон жай ғана басына алма түсіп анықтады деп. Шын мәнісінде бұл үлкен еңбектің арқасында. Енді гравитациялық күшті біз бар екендігін көрмесек те, бірақ та өте көп мысалдар арқылы білуімізге болады екен. Мысалы, қараңыздар. Тәулігіне 2 рет судың орасан зор массалары айға қараған бетте бірнеше метрге дейін көтеріліп, ал қарсы бетте керісінше қайтып отырады екен. Мысалы, қараңыздар. Егер де мен сызатын болсам, қазір сіздерде қандай болады екен? Дәл, мысалы, су мынау біздің жер болатын болса, осы бетте, мысалы, ай тұрып қалған жағдайда, теңіздер мен мұхиттағы сулардың барлығы жиналып, яғни айдың тартылыс күшінің әсерінен мына бетінде бізде тасу болса, ал қарсы бетте керісінше су не істейді екен? Азаяды екен. Міне осы тәулігіне бізде 2 рет байқалатын құбылыс, яғни тасу және қайту деп аталады екен. Ал енді ай өзі қосымша айналатындықтан кеткен жағдайда теңіз бен мұхиттың үстінен, онда қайтадан су бастапқы орнына қайтып келе бастайды. Сонымен қатар мысалдар өте көп дедім. Жердің күнге тартылу деген, және мынау жердің айналасында, яғни бізде айдың қозғалысы. Бұлардың барлығы тартылыс құбылысына көптеген мысалдар болады екен. Енді осы тартылыс құбылысынан бізге бүгінгі сабақта қарастыратынымыз ауырлық күші дейді. Ауырлық күшін сіздер мысалдар көп келтіре аласыздар, және ол қандай күш екендігін қазір сіздерге айтып өтейік. Ауырлық күші дегеніміз бұл дененің жерге тартылу күші екен. Ауырлық күші жердің центріне қарай бағытталады, және оның формуласы F тең M көбейтілген G. Енді мұндағы F дегеніміз бұл бізде күш, яғни осының ішіне ауырлық күшін білдіру мақсатында мен FA деп жазсам болады индекске. FA бұл ауырлық күші. Күш ауырлық күші де векторлық шама, сондықтан да төбесіне біз векторды қоя аламыз. Масса дегеніміз бұл скаляр шама, ал G дегеніміз бұл еркін түсу деу деп аталады. Ол да векторлық шама. Жалпы белгілену осы түрде болады, бірақ есеп шығару барысында біз F тең M көбейтілген G деп векторды тастап кетіп жазсақ болады екен. Сонымен мұндағы M дегеніміз дененің массасы, M бұл өлшем бірлігі килограмм, G дегеніміз бүгіннен бастап дененің еркін түсу үдеуі деп аталады. Еркін түсу үдеудің өлшем бірлігі ньютон бөлінген килограмм. Ал енді осы бір формуладан біз 3 формула жасай алады екенбіз. Қандай? Ол үшін сіздерге пирамида сызуға тура келеді. Пирамида бойынша қараңыздар, төбесіне біз кімді орналастырамыз? F-ті, төменгі бөлікте M және G. Егер де мен бармақпен M-ді басып қойып тұратын болсам, M-ді тауып алу үшін мен F-ті G-ға бөледі екенмін. Ал керісінше G-ді тауып алу үшін мен F-ті M-ге бөледі екенмін. Ал F-ті тауып алу үшін M-ді неге көбейтеді екенбіз? G-ға. Бірақ балдар, көбінде G мен айттым, жер беті үшін тұрақты дедік. Бұл тұрақты шама. Және ол қазір сіздер көретін боласыздар, нешеге тең екендігін. Яғни G дегеніміз еркін түсу үдеуі, жер беті үшін және басқа планеталар үшін бүгіннен бастап тұрақты екендігін қазір сіздер көретін боласыздар. Сонымен қандай екен? Еркін түсу үдеуі жер беті үшін 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең екен. Жер бетінде еркін түсуі барлық бөліктерінде бірдей емес. Себебі жер тұп-тура шар тәріздес емес екендігін білдіреді. Яғни қараңыздар, солтүстік полюсте еркін түсу үдеуі 9,832 ньютон бөлінген килограммға тең. Экваторда
G 9,178 ньютон бөлінген килограмм. Ал 45 градус географиялық ендікте 9,806 ньютон бөлінген килограмм. Сонда қарап отырсаңыздар, алдағы уақытта оны қалай табу керек екендігін сіздерге формуласымен түсіндіреміз. Бірақ та сіздер білулеріңіз керек. Жер беті үшін еркін түсудеуі 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Ең көп бөлігі солтүстік полюсте, экваторда 9,178 ньютон бөлінген килограмм. Енді мағынасын түсіндірейік. Себебі қараңыздар, яғни жер шын мәнісінде шар тәріздес емес, керісінше жұмыртқа тәріздес десек болады. Яғни экватор бойында оның радиусы үлкен, ал полюске қарағанда оның радиусы керісінше кішкентай екен. Мына полюстегісі, мына экватордағысын қараңыздар. Экваторда радиус үлкендеу, немен салыстырғанда, полюспен салыстырғанда, және 45 градус ендікте де бөлек екен. Бірақ біз жуықтап жер беті үшін оны 9,8 деп не істеткенбіз, аламыз екенбіз. Осыны ұмытпаңыздар. Енді еркін түсудеу басқа планеталарда бізде басқаша болып келеді. Яғни қандай болып келетіндігін атап өтейік. Жер бетінде 9,8, бірақ басқа планеталарда еркін түсудеу 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең емес екендігін. Ол үшін сіздер барлықтарыңыз кітапты ашып қарасаңыздар болады. Бізде арнайы 73-ші бетте көрсетілген барлық планетадағы ауырлық күші дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, Айда, Марста, және Меркурий, Сатурн, Уран, Юпитерде барлығында әртүрлі екен. Мысал қараңыздар, G Юпитерде қаншаға тең? Кітапта сіздерде бар болғандықтан да мен жазбадым. 24 ньютон бөлінген килограмм дейді. Келесі, ары қарай Айда, Ай деп қояйын. Яғни ол 1,62 ньютон бөлінген килограммға теңкен. Бұл нені білдіреді? Яғни 1 килограмм массасы 1 килограмм денеге жер тарапынан немесе планета тарапынан әсер етуші күшті сипаттайды. Мысалы, жердің қараңыздар, массасы 1 килограмм денеге 9,8 ньютон жер тарапынан әсер етеді екен. Ал Юпитерде массасы 1 килограмм денеге 24 ньютон Юпитер тарапынан әсер етеді екен. Тура сол сияқты, егерде сіздер ай бетінде болатын болсаңыздар, онда 1 килограмм денеге 1,62 ньютон күш не істейді екен, әсер етеді екен, яғни ауырлық күші. Сонда қарап отырсаңыздар, бұл неге байланысты деген сұрайды. Әрине, бұл планетаның өлшеміне байланысты. Планетаның өлшемі неғұрлым үлкен болған сайын, оған әсер ететін ауырлық күші де көбірек болады екен. Міне осыған байланысты екен. Мысалы, айдың өлшемі жердікінен шамамен 6 есе кіші екен. Сондықтан да ондағы G-дан жермен салыстырғанда еркін түсудеу 6 есе кіші екен. Қазір сіздерге видео көрсеткен кезінде ол бойынша сіздер түсінетін боласыздар. Демек, барлық нәрсені білдік. Жер бетінде G, жер беті үшін 9,8, бірақ басқа планеталар үшін бұл басқаша болып келеді екен. Сонымен қатар есеп шығару барысында кейде біз 9,8 ньютон деп алмай, жуықтап 10 ньютон деп алсақ та болады екен. Ньютон бөлінген килограмм деп алсақ болады екен жер беті үшін. 10 ньютон бөлінген килограмм жер беті үшін. Осыны ұмытпаңыздар. Қараңыздар, ауырлық күші дегеніміз бұл дененің жерге тартылу күші дедік. Әрқашан бізді жер, яғни тартып тұрады екен. Осы күшті бүгіннен бастап біз қандай күш деп атадық? Ауырлық күші дедік. Ал енді ары қарай кеттік. Дененің салмағы деді. Келесі күшіміз бізде дененің салмағы. Балдар, көбінде сіздер дененің салмағы дегенде міндетті түрде өздеріңіздің массаларыңызды айтып шығасыздар. Бүгіннен кейін олай жасамаймыз. Себебі дененің салмағы мен және масса екеуі екі түрлі шама.
Естеріңізде болса, масса дегеніміз дененің инерттілігін сипаттайтын шама еді. Ал дененің салмағы дегеніміз денені тіреуішке немесе аспаға түсіретін күшін айтамыз. Қараңыздар, тіреуіш дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, егер де сіздерде үстелдің үстінде қандай да бір зат тұратын болса, сонда үстел сол кітап үшін немесе қалам сабыңыз немесе дәптеріңіз жататын болса, сол үстел тіреуіштің қызметін атқарады. Мысалы, қараңыздар, біз үшін жер беті болып саналады тіреуіштің қызметін атқарады. Ал қазір мен аспа дегенді түсіндірем. Мысалы дейік, мына дене жатыр дейік, қандай да бір үстелдің болсын, немесе горизонталь бетте жатыр дейік. Осыған қызметінде мынау тіреуіш болады. Осы тіреуішке түсіретін күшті бүгіннен бастап біз қандай деп атайтын дененің салмағы. Дененің салмағын қараңыздар, төмен қарай бағыттаймыз. М көбейтілген G, жоғары қарай. Бұл бізде тіреуіштің реакция күші деп аталады. mg, мынаусы бізде не болады екен? Тіреуіштің реакция күші. Енді дененің салмағының формуласына тоқталайық. Дененің салмағы бұл векторлық шама және P әрпімен белгіленеді. Дененің салмағы P әрпімен белгіленеді. Есеп шығару барысында төбесінде векторды жазбасаңыздар болады. Өлшем бірлігі Ньютон. Формуласына тоқталайық. P тең M көбейтілген G. Вектор түрде негізгі формуласын жазған кезінде бұлай түрде жазамыз. Мұндағы P тең M көбейтілген G. G бізде айттық, жер беті үшін 9,8 ньютон бөлінген килограмм, яғни еркін үдеу деп аталады. M дегеніміз бұл жердегі дененің массасы. Яғни бұл дененің салмағын формуласы. Осы жерде, мысалы, массаны табатын болсақ, P бөлінген G-ға тең болады екен. Мына формула неше дейді екенбіз? 2. Тағы да бір рет қайталайын балдар. Есеп шығару барысында векторды жазбай-ақ қойсаңыздар болады, төбесіндегі векторды. Бірақ сіздер дененің салмағы да векторлық шама екендігін білулеріңіз керек. Енді қараңыздар. Тура сол сияқты аспа дегеніміз не? Мысалы, қараңыздар, сіздерде үйде люстра ілініп тұр дейік, немесе шам. Шам мынау аспаға өзінің салмағын түсіріп тұрады. Аспаға. Мұнан біз аспа дейміз. Осыған түсіретін күшті де біз дененің салмағы деп атайды екенбіз. Енді салмақ пен дененің салмағымен және ауырлық күшінің формуласы бірдей болып қалды. Сонда екеуі бір күш бар деп шатастырмаңыздар. Ауырлық күші дегеніміз дененің жерге тартылу күші. Ал дененің салмағы дегеніміз дененің тіреуішке немесе аспаға түсіретін күшті айтамыз. Және дененің салмағы әртүрлі есептің шартына байланысты тағы да өзгеру мүмкін екен. Яғни дененің салмағы артып кету жағдайлар бұл мүмкін, немесе керісінше салмақсыздық күйінде кешуіміз мүмкін. Ол үшін сіздерге қазір мен бір видео көрсетем, содан сіздерге түсініктірек болады деп ойлаймын. Келесі видеоға назар аударайық. Олай болса, барлықтарымыз дененің салмағы дегеніміз не дегенге дәл анықтама беруге мүмкіндік береді. Дененің салмағы ауырлық күшімен тікелей байланысты. Демек, дененің салмағын айда өлшесек, оның нәтижесі жерде өлшенген мәнінен өзгеше болады.
Космоста динамометр ешқандай салмақ көрсетпейді. Мұндай күйді салмақсыздық деп атайды. Динамометрдің көмегімен дененің айдағы салмағының жердегіден 6 есеге жуық кіші екендігін байқауға болады. Космонавтың айдағы салмағы жердегіден 6 есеге жуық кіші болғандықтан, ол оп-оңай зор серпілістер жасай алады. Енді балдар осы жерде зор серпілістер жасай алады деді. Мысалы қараңыздар, жер бетінде 6 ньютонға тең болса, космоста бізде салмағымыз қаншаға тең болды екен? 0-ге. Дененің салмағы 0-ге тең болу жағдайын біз салмақсыздық деп атаймыз. Мысалы, сіздердің кітаптарыңызда ғарышкерлерді көрсетілген. Ғарышкер өзі білесіздер барлығы ұшып жүреді, яғни корабльдің ішінде, ғарыш кемесінің ішінде. Олай болса, ол қандай күйде дейтін болсақ, ол салмақсыздық. Яғни дененің салмағы 0-ге тең болу жағдайын біз салмақсыздық деп атаймыз. Әрине, жер бетінде бізде салмақсыздық жағдайды сәл ғана біз кешуіміз мүмкін. Қандай жағдайда екендігін айтып өтейін. Егер де сіздер жоғары қарай өздеріңізді секіретін болсаңыздар, жоғары қарай аяқтарыңызды көтеріп, сол аралықта сіздер қайтып түсер барысында сіздер салмақсыздық күйін кешесіздер. Бірақ әрине бұл өте аз уақыт екендігін ұмытпаңыздар. Дәл сондай сияқты, егер лифтімен төмен түсіп келе жатқан болсаңыздар, лифтімен түсіп келе жатқанда сіздердің салмақтарыңыз аз да болса азаяды екен. Ал егер лифтімен жоғары қарай көтерілетін болса, онда салмағымыз керісінше көбейеді екен. Сонда дененің салмағымен бүгіннен бастап ауырлық күшінің бірдей емес екендігін ұмытпаңыздар. Бір-бірімен байланысты, бірақ та айырмашылығы дененің жерге тартылу күшін ауырлық күші деп атаймыз. Ал дененің салмағы деп денені тіреуішке немесе аспаға түсіретін күшті айтады екенбіз. Енді бүгіннен кейін сіздер, мысалы, сіздің салмағыңыз қанша дейтін болса, мысалы дейік, 40 килограмм болсаңыздар, оны 40 килограмм демейміз, міндетті түрде жиға көбейтіп айтады екенбіз. Жиді жуықтап алған кезінде мен есеп шығару барысында 10 деп алуға болады деді. Сонда 40 килограммдық адам 400 ньютон деп жауап беруі тиіс екен. Біз үшін тағы да бір рет қайталаймын. Жер беті тіреуіштің қызметін атқарады. Үстелдің үстінде тұрған дене үшін үстел негізгі қызмет атқарады. Немесе сіздер еденде қозғалып жүрсеңіздер, еден тіреуіштің қызметін атқарады. Ал аспа дегеніміз бұл ілмек. Сол ілмекке ілінген денелер болатын болса, сол аспаға түсірілетін күші болып есептелінетін салмағы. Олай болса, бұл видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді сіздермен бүгінгі сабақты бекіту ретінде бірнеше есептер шығарайық. Олай болса, есебіміз қандай есеп екендігін қазір сіздерге көрсетейін. Димаш, мынау нені сызғанды өлшеп тастасаң жақсы болар еді. Есеп былай екен, берілгені. Массасы 1 килограмм дененің полюстегі және экватордағы салмағын анықтаңыздар дейді. Олай болса, анықтау үшін бірінші берілген жасайық. Қалай жазылады? Берілгені. Балдар, алгоритмді, есептің шығару алгоритм жазуды ұмытпаңыздар. Бұның өзі сіздерге қосымша бал беруге мүмкіндік береді. Берілгені. Міне. Енді есептің шарты бойынша масса берілген. Массаны қандай әріппен белгілеткеніміз? М. Өлшем бірлігі 1 килограмм. Енді бізге дененің полюстегі және экватордағы салмағын тап дейді. Ол үшін мен 2 еркін сөйлеуін жазам. Бірінші G полюс деп қоям. Полюс деген бағана сіздерге айтқан. Ол бізде солтүстік полюсте 9,832 ньютон бөлінген килограммға тең еді. Ал экватордағы еркін сөйлеуіміз ол сіздерде 9,178 ньютон бөлінген килограммға тең.
Бұның барлығын мен сіздерде балдар кітапта тұр 73-ші беттен айтып жатырмын. Ал енді екі салмақты табуымыз керек. Салмақты П әріпімен белгілейміз. П үлкен әріппен, және біз екі салмақ табамыз. Бірінші полюстегі, екіншісі экватордағысын табады екенбіз. Олай болса, халықаралық бірліктер жүйесі болмайды, себебі масса 1 килограмм. Грамм, егер де қандай жағдайда ауыстырамыз? Егер грамм болатын болса, біз килограммға ауыстыруымыз қажет. Ол үшін мыңға бөлетін едік. Енді, ондай болса, бір денен мен шешуін жазам, және бағана біз денен салмағының формуласын жазған едік. П біріншісі полюстікі М көбейту G. Көріңіздер ма, мен есеп шығару барысында төбесінде векторды жазбадым. Бірақ тестте немесе анықтамаға сәйкес формуланы көрсетсем, міндетті түрде вектормен көрсетесіздер. Енді орнына апарып қоямын. П полюс тең 1 килограмм, көріңіздер ма, массаны орнына қоямыз. G полюс тегісін қоямыз біріншісі. Ол 9,832 ньютон бөлінген килограмм. Килограмм мен килограмм қысқаратта, сонда денен салмағын өлшем бірлігі ньютон екендігін ұмытпаймыз. Кез келген санды бірге көбейтетін болса, ол өзі шығады. Сонда 9,832 ньютонға тең екен. Ал енді екіншісі экватордағын табайық. Тағы да осы формула бойынша жазылады. М көбейтілген G, бірақ бізде экватор екен. Орнына апарып қояйын. П экватор тең болады 1 килограмм көбейтілген 9,178 ньютон бөлінген килограмм. Килограмм мен килограмм сіздерде қысқарды, сонда шығатын сан бізде 9,178 ньютон. Қарап отырсаңыздар балдар, қай жерде салмағымыз көбірек болады екен? Қай жерде көбірек болады екен бізде? Полюсте, дұрыс айтасыздар. Сонда балдар, егер де сіздер физика байланысты занимательная физика деген кітап бар. Міндетті түрде оқып шықсаңыздар болады. Сонда жазылған. Кез келген массасы 1 килограмм, 60 килограмм адам дейді шамамен. Полюстен экваторға ауысқанда шамамен 300 грамм салмағын тастайды екен. Ал егер қайтадан полюске келетін болса, онда сол 60 килограммен қайтадан қалады. Тағы да бір қайталам. Сонда шамамен есептейтін болса, қызықты мағлұматтар бойынша 60 килограмм адам экваторға ауысқан кезінде экваторда өзінің шамамен 300 граммын жоғалтады екен. Себебі екі жағдайда G бірдей емес екен. Сонда P полюс жауабы 9,832 ньютон деп жазамыз. Ал P экваторымыз бізде, яғни 9,178 ньютонға тең болды. Есепті түсіндік па? Салмағын табу үшін. Иә. Так, олай болса, түсінікті болса, мен келесі есепке бастаймын. Мына есепті мен өшірем, себебі слайд келесі бетке өту үшін міндетті түрде өшіруге тура келеді. Так, келесі есебіміз қандай екен? Яғни, сендер қандайда бір планетада болдыңыздар дейді. Ондағы бір денен массасын және оған әрекет ететін ауырлық күшін есептедіңдер делік дейді. Нәтижелері, массасы 150 грамм денеге ауырлық күші 0,157 ньютон, 57 ньютон күш әсер етеді. Сендер қай планетада тұрсыңдар дейді. Ал берілгенін жазып көрейік. Берілгені, яғни сіздерде масса берілген, әдейі осында есепті алдым, сіздерге түсініктірек болсын деп. Масса 150 грамм. Келесі, ауырлық күшін қандай әріппен белгілейтін едік? FA дедік, я? F астыңғы бөлікте индексіне А. Бұл ауырлық күші 0,157 ньютонға тең болды. Енді бізге айтады есептің шарты бойынша. Қандай планетада тұрсын дейтін болса, онда сіздер G-ді табуларыңыз қажет екен. Мен бағын айттым. G еркін сөйлеу барлық планетада бірдей емес. Тіпті жердің бетінде де солтүстік полюсте, экваторда және 45 градус географиялық ендікте бірдей емес екен. Бірақ біз жер беті үшін 9,8 деп алдық.
Ал басқа планеталарды анықтау үшін сіздер 73-ші беттегі басқа планеталарда ауырлық күші деген бөлімнен жазып алсаңыздар болады екен. Қазір салыстырамыз. 150 граммды міндетті түрде халықаралық бөліктер жүйесінде килограммға ауыстыруымыз қажет. Ол үшін 150 граммды мен мыңға бөлем. 150 граммды мыңға бөлетін болсақ, ол 0,115 килограммға тең екен. Ал енді шешуі бойынша біз бағана пирамида сызған едік, иә? Сонымен естеріңізде ма? Мына бөлікте F, M және G. Олай болса, G-ді тауып алу үшін біз не істеуіміз қажет? Қандай әрекет жасаймыз? F-ті бөлеміз N-ға. Дұрыс айтасыздар, яғни F-ті бөлеміз M-ге. Олай болса, F бөлінген M деймін, ең орнына апарып қоям. Қараңыздар. 0,157, кешіріңіздер, мен мыңнан деп жазайын деп жатырмын. 57 ньютон бөлінген 0,115 килограмм. Қысқармайды, сондықтан да өлшем бірлігі G-дің ньютон бөлінген килограмм болады. Олай болса, 0,157 бөлінген 0,15, ол тең болады бізде 3,8 ньютон бөлінген килограмм. Ал енді 73-ші бет барлықтарыңызда ашық па? Қараймыз, қай планетада тұр екенбіз біз? G бізде 3,8 ньютонға тең. Қандай планетада тұрмыз қазір? Кім айтады? 73-ші бетті ашыңыздар. Басқа планеталарда ауырлық күші деген жерде тұр. Барлық планеталар үшін G жазылып қойған. Сонда біз қай планетада өмір сүріп жатырмыз? Дәл осы есеп үшін немесе тұрмыз қай планетада? Жер. Жердікі 9,8, ал бізде 3,8 болып тұр. Сондықтан да қай планетада болады? Таптыңыздар ма? Марста. Марс, G, Марс деп жазылған сіздердің кітаптарыңызда. Ол қаншаға тең екен? 3,8 ньютон бөлінген килограмм. Тағы да 3,7 жуық Меркурийде тұр. Бірақ бізде G 3,8 болғандықтан да дәл. Сондықтан да біз қай жерде тұрған екенбіз? Марста, яғни 3,8 ньютон бөлінген килограмм. Жазып алыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі тақырып бойынша? Жоқ. Так, енді сіздерге тағы да бір формуланы түрлендіруді атап өтейін. Кейде бізге масса берілмейтін болса, есепті қандай тағы да біз формула қолдансақ болады екен деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен сіздерге тағы бір формула берейін. Қараңыздар, ауыр күшін бағана формуласы бізде FA тең M көбейтілген G. Масса берілмейтін болса, кейде бізде көлем беріп жатады. Онда біз массаны табу үшін мына формуланы еске түсіреміз. Яғни ро көбейтілген В. Балдар, мұндағы ро дегеніміз тығыздық. Тығыздықтың өлшем бірлігін білесіздер. Ол килограмм бөлінген метр куб. Шатастырмаңыздар. Килограмм бөлінген метр куб немесе екінші өлшем бірлік бар еді, грамм сантиметр куб. Енді В дегеніміз мұндағы дененің көлемі. Оның өлшем бірлігі метр куб, сантиметр куб берілетін болса есептің шартында. Онда сіздер сантиметр кубты метр кубқа ауыстыру үшін міндет түрде алдында тұрған санды миллионға бөлулеріңіз керек. Немесе оны тағы жазған кезінде 1 көбейтілген 10-6 дәрежесі метр куб деп жазсаңыздар болады екен. Енді мына формулаға тоқталайық. FA, егер массаның орнына ро көбейтілген V-ны қоятын болсам, формула былай да өзгереді. FA тең
ро көбейтілген в көбейтілген g. Міне, тағы бір формула пайда етті. Яғни ауырлық күшін табу үшін. Дәл сондай біз немен де жазсақ болады екен, дененің салмағы үшін. Дененің салмағын формуласы да m көбейтілген g еді ғой. Сондықтан да оған сәйкес массаның орнына ро көбейтілген v-ні қоятын болсақ, ро көбейтілген v көбейтілген g деп жазсақ болады екен. Міне бүгінгі сабақ бойынша сіздерге формула, яғни бүгінгі сабақта біз дененің әсер ететін ауырлық күшімен және дененің салмағы жөнінде білетін болдық.